Украина президенті сайлавларында дүнияның 72 мемлекетінде яшаған украинлер иштирак етіп болды. Сайлау бөліклерінде 100 bin инсан қайдиеттен кечті тәфсилатлыжа невбетті келіп хамызда. Президентны бүтін дүнияда яшаған украинлер сайлап олды. Сайлап бөліклері 72 мемлекетте açıldı. Австралиядан башлап Америка Бірлескен Девлетлеріне қадар. Эпісі олып мемлекет тышында 101 сайлап бөлігі чалышты. Ең чоқ Алманияда. Бұл ерде 5 бөлік тешкіл етілді. Дуже радує, що Рибер мекачын мында пек чоқ адам келгені өлі қувандыраки бұл сайлавларда ватандашларының файлығы пек бұйық. Пек чоқ адам рейбер уверені дыныштырды. Вақтынжа консулық дынышывыне тұрды рейбер мекачын. Бізді 21 bin сайлайжы қайдетілді. Келіп рейбергенлеріні беклейміз. в Німеччині вже 7 років. Мен Алманияда енді 7 елдан берлі яшайым иштирак еткен екенжі сайлавларым. Мен Украина ватандашы мемлекетімнің келечегіні тушынмек боржумдар. Романия ве Словакияда бірер сайлав бөлігі. Беларусь, Молдова ве Маджаристанда исе екішер. В Італії просто проїхали. Достлары мен Италияға аратланмақ үшін келдік, амма рей бермесек олмазыды бұл бізім ватандашлық боржымыз. Бұны анаяса граждан ве ахляқи принциплерімізге көре эда етмеліміз. Санки өлі бір пек қысметлі мұйым бір шей япқанын кебі исетілі бұйық үмітлер етеміз ки бұл мемлекетнің келечегі үшін ей тарафтан тесір етер. Ні, не було важко і тиждень тому. Bir hafta evvelsi kelip kaydiyetten keçtim, yok asla zor olmadı. Çünkü bu memleketinin menim ballarımның taqdiridir. 5 yılda bir kere gelmek mümkün. Чому я прийшла? Тому що Ничін мен келдім, чүнке первасыз олмақ мүмкін дегіл. Месулиетлі олмалымыз мемлекетнің келечегі шақа дегіл. Белки бір рей бере мұйым олыр. Saylavcılarının sayısına göre en balban saylav bölügü Moldova'da, en az Sırbistan'da sadece 42 kişi kaydetildi. Rusya'da yaşayan Ukrayinler ise Gürcistan, Kazakistan ve Finlandiya'da rey berip oldu.